Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Билікті шулатқан экс-мәжілісмен Нұржан Әлтаев депутаттық мандатынан айырылған соң биліктегі сыбайлас жемқорлық мәселесін, сондай-ақ жоғарыдағылардың халыққа немқұрайлы қарауын сынға алып, былай деді: "Мен премьер-министрді парламентке халық алдында есеп беруге шақырдым, бірақ ол кісі келмеді. Жауап жазылған хат жолдады, алайда ол хат мені де, сайлаушыларды да қанағаттандырмады. Жазда болған барлық оқиғадан кейін елге елеулі саяси реформалар қажет екенін түсіндім. Бұл проблеманың бәрі жылдар бойы жинақталды", деді. Және алдағы өтетін парламент сайлауына қатысты да өз пікірін білдіре кетті. "Халықтың немен күн көріп отырғаны шенеуніктерді аса қатты толғандырмайды. Адамдардың табысы айтарлықтай төмендеді. Ал бұл туралы үндемей отырып алып бағдарламалар мен жетістіктер туралы айту дұрыс емес деп санаймын. Проблемалар олармен қатар фактілер туралы айтқанда ережелер мен заңдарды бұзып жатырмын деп ойламаймын. Біздің билікке сын қажет, мәселелерді мойындау керек және бәрін бірге шешу керек. Біз елге қарсылас емеспіз, біз проблемаларды шешкіміз келеді. Ол үшін шындықты айту керек. Нұр Отан партиясы өкінішке қарай бүгінгі күні бұл шындықпен сынға әлі дайын емес. Сондықтан адамдардың проблемаларын айтқан депутатты шығарып тастау туралы шешім қабылдаған шығар. Мен бұл шешімге қуаныштымын. Байлаулы қолымды шешті деп айтуға болады", деді Нұржан Әлтаев мырза. Осылайша билікті ашық сынға алған бұрынғы мәжіліс депутаты алдағы уақытта жаңа партия негізін қалайтынын да айтқан болатын. Халықтың мүддесін қорғау ер азаматтың асыл парызы. Нұржан Әлтаев мырза туралы өз пікіріңізді комментарий бөліміне өтіп қалдырыңыз. Каналға жазылып, қолдау білдіруді ұмытпаңыз.